Қазақ елі қозғалысының төрағасы, Жұмадағы жүздесу газетінің бас редакторы Қажыбұқан Қабдоллаға сөз береді. Қадірменді қалайық, ардақты ағайын. Шыны керек, негізі қазақтың жезтаңдай әншісі Бибігүл Төлеген апамды жақсы көремін. Оның әндерін күллі саналы ғұмырымда тыңдап келемін. Бірақ туған қазақ тілін жауларымызға жығып берген апамыздың сөздерінен кейін ойланып қалдым. Жалпы мына қатыгез тіршілікте бізге жиі таңдау жасауға тура келеді. Бұл тағдырдың қатал сыны. Қазір бізге қазақ тілі керек пе деген сауал емес. Қазір мен шын мәнінде қазақпын ба деп әрқайсымыз өз-өзімізге сұрақ қоятын таңдау кезеңі келді ағайын. Биліктен қорқып, үркіп, қалтыраған мүсәпір күйдегі келесі бір әнші Қыдырәлі Болманов өзінің қазақ екенін немесе емес екенін өзі шешсін. Қазақтың егеменліктегі соңғы 20 жылында тау осындай жалтақтық пен соқылдақтық қазақтың тілінің аяғына тұсау болып нағыз сорын айналды. Қазақ елінің конституциясынан орыс тілінің мәртебесін жоймау керек деген пиғылдағы барлық партияның төрағалары, соның ішіндегі өзіміз деп жүрген, кеше қол қойып, әйгілі хатқа артынан қол қоймақ деген оппозициялық партияның төрағаларына Ресейге шұғыл түрде көшіп кетулеріне ұсыныс айтамын. Өйткені ерте ме кеш пе қазақ елінде, қазақ елінің ата заңында орыс тілінің мәртебесі мүлдем жойылады. Сол кезде ол кісілерге қазақ елінің даласы жат болып қалмақ. Қазақ тілінің арқасында қазақтың нанын жеп суын ішіп жүрген Герольд Бергер ағамыздың қазақ тіліне, ұлттық құндылықтардың өркендеуіне, орыс тілі, орыс мәдениеті, орыс тілі әдебиетінің ешқандай кінәсі жоқ деп шырылдағанына сонда кім кінәлі деп қайтадан сұрақ қойсам, ол маған жауап табылмас еді. Мен айтайын дегенім, біздің қазақ тілінің жауларының басым бөлігі осы өзіміздің араларымызда жүр. Біз олармен күн сайын дастархандас болып жүрміз. Жай күндері мынау қазақ тілінде жыр жазып, қазақша ән салып, жай күндері қазақ тілінің жанашыры сияқты қайраткерлеріміздің осындай ұлт намысы жаңылған тұста қазір қайрат таныта алмай, сормаңдай болған күй қалай? Менмін деген марғасқа сымақтардың үркердей үркіп, қояндай қалтырап, орыс тіліне қарсы шығып қойдық па деп жанұшыры ақталған бейшара асқындары желкеніштен басқа ештеңе тудырмайды. Мен қысқаша айтсам, мынау менің тас сенімімше, мына өзінің ана тіліне қарсы шыққан адамдардың ата-бабалары ғасырлар бойы құлдық пен күңдікте өмір сүрген болу керек деп толық тұжырымдаса болады. Өйткені олардың қазіргі тірліктері құлдық санадан аса алмай отыр. Енді былай қысқаша айтсам, бүгін кім қазақ тіліне қарсы шықса, сол адам ертең қазақ ұлтына да, қазақ еліне де, қазақ мемлекетіне де, тіпті қазақ елінің басшысына да қарсы шығады. Қазақ тіліне қарсы шыққан адам қазақ ұлты мен қазақ елінің нағыз дұшпандары. Мәселен тек ара осылай қоюымыз керек. Ал дұшпандармен бітіспейтін кескілескен күрес жүргізуіміз керек. Енді мынау қазақ тілінің келешегі үшін, қазақ тілінің болашағы үшін қабырғалы қазақ түп-түқияны қалмай, соққан дауылдай, қуатты құйындай өре түрегелетін кезі бүгін келді ағайын. Қазақтың ана тілі үшін күресетін ұлы таңдар атты, анасын құрметтейтін, анасын қадірлейтін әрбір қазақ анасының тілін қорғасын. Рахмет.